Бүгін өте дәмді болып шығатын борщ дайындаймыз. Ең алдымен етімізді жуып алып, қазанымызға салып, үстіне салқын суымызды құйып қайнатамыз. Басқа кастрюлькамызға сұйық май құйып, сәбіз, пиязымызды салып, және де қызылшамызды салып, барлығын жақсылап қуырамыз. 2 қасық томат қосамыз. Қайнаған сорпамыздан шамалы құйып, 5 минуттай бұқтырып аламыз. Етіміз қайнағаннан кейін көпірігін аламыз, және етіміз піскеннен кейін капустамызды қосып, араластырып, капустамызды қайнатып пісіреміз. Дәміне қарай тұз саламыз. Капустамыз піскеннен кейін күрішімізді, картошкамызды салып, піскенше қайнатып пісіреміз. Картошкамыз піскеннен кейін қуырылған көкөністерімізді сорпамызға салып, жақсылап араластырып, 5 минуттай қайнатап астын суырамыз. Осы мен рецептімен жасап көріңіздер, борщ өте дәмді болып шығады. Видео соңына дейін көргендеріңізге рахмет.